Адал азамат, адал еңбек бағдарламасы аясында өткізіліп отырған бұл марафон оқушыларымыздың жүрегіне жылылық сезімін ұялатып, қоғамға пайдалы болуға шақырады. Бізде бүгін адал азамат, адал еңбек бағдарламасы аясында қайырымдылық марафоны басталады. Үлкен жәрмеңке өтіп, 800 оқушы қамтылды. Өздері тамақ пісіріп, соны сату арқылы қаражат жинайды. Бұл қаражат адал еңбекке баулиды. Нәтижесінде ол қаражат 35 игіз марафонына жұмсалады. Біздің басты мақсатымыз жас ұрпақты еңбексүйгіштікке, жауапкершілікке және бір-біріне қамқор болуға баулу. Қайырымдылық адамның рухани байлығын арттыратын ең асыл қасиеттердің бірі. Сондықтан бүгінгі іс-шарамыз әр баланың жүрегіне жақсылық жасауға деген ниетті оятатынына сеніміміз мол. Біз бұл жәрмеңкені 4-ші жыл қатарынан өткізіп жатырмыз. Осы жылдан бастап ауқымын кеңейттік. Марафон ретінде бастап жатырмыз, яғни бұл бастамамыздың концепциясы адал еңбек арқылы қайырымдылыққа насихаттау. Сыныптастарымызбен дайындаған бөлкелеріміз, алып келген сусындарымыз өтуде. Бұл жәрмеңкенің басты мақсаты сыныптарымызды бірлікті білдіру және де шын ниетпен жасалған. Бүгінгі жәрмеңке өте керемет өтуде. Мектеп заводтарынан және де парламентке өте рахмет. Осындай керемет іс-шара өткізгенде, яғни жақсылыққа жұмсалса, біздегі қарттар үйіне, балалар үйіне осы ақшаларды жұмсасақ, бұл бәрі жақсылыққа кетсе, біз әрқашанда істеп қолдау білдіреміз. Марафон бізге қаржылық сауаттылыққа және де қарттар үйіне, тағы да басқа жерлерге мейірімділік жасауға үйретті. Жиналған әр теңге, әр тәтті мен әр бұйым балалардың өз қолымен, өз еңбегімен жасалған үлкен мейірім нышаны. Оқушыларымызда осындай үлкен жақсы жәрмеңке болып жатыр екен, мен қатыстым, балаларды бастамасын әрдайым қолдаймын. Осындай ізгі істер арқылы біз қоғамда адалдық пен еңбектің қадірін арттырып, шынайы азаматтық ұстанымды қалыптастырамыз. Алматы қаласындағы нөмірі 174-ші мектеп-гимназияда отбасылық құндылықтар мен салауатты өмір салтын дәріптейтін ерекше шара өтті. Спорт отбасы шаттық атты сайыс ата-ана мен бала арасындағы бірлікті арттыруды, ынтымақ пен сергектікті насихаттауды мақсат етті. Жарысқа әр сыныптың белсенді отбасылары қатысып, өзара шапшаңдық пен ұйымшылдықтарын көрсетті. Қатысушылар допты жеткіз, қаппен секіру, арқан тартыс сияқты көңілді кезеңдерде бақ сынасып, көрерменге көтеріңкі көңіл-күй сыйлады. Ұсыныс болғаннан кейін қуана келісе кеттік. Баламыздың осындай бастамасын қолдауға әкесі екеуміз келіп қалдық. 174-ші мектеп гимназияның ұйымдастырушыларға, әкімшілікке үлкен алғысымды айтамын. Отбасымыздағы татулықты осындай мектеп ішінде көрсетуге мүмкіндік бергеніне рахметімізді айтамыз. Бүгін отбасымызбен келіп, бұрын көбінде мамасы қатысатын, біз қызмет байланысымен сыртта болатынбыз. Тұңғыш рет келіп, алғаш рет келіп қатысым, өте қызықты. Балалармен, ата-аналармен, жаңағы класстастармен, балалардың ата-анасымен бірге танысып, сондай бір берекелі, бір ұйытқысы болатын өте жақсы бір қимыл болып жатыр. Рахмет сіздерге. Өте күшті, қызықты болып жатыр. Маған қатты ұнады. Маған қатты ұнады. Мені қолдауға әке-анам келді. Маған осы жарыс қатты ұнады. Бүгінгі шара өте керемет өтіп жатыр. Барлық дайындықтар өте керемет. Барлық біздің өзіміздің қарсыластарымызда күшті дайындалған екен. Мектептің басшылықтарына, мектептің дене шынықтыру басшылықтарына көп рахметімізді айтамыз. Залда отырған жанкүйерлер қатысушыларды қолдап, әр кезең сайын қуанышпен дем беріп отырды. Мен бүгін жалын тобына жанкер ретінде келдім. Біз сыныппен жанкер болуға келдік. Отбасылардың бір-біріне деген сүйіспеншілігі мен ынтымағы көрініс тапқан бұл сайыс мектеп ұжымында жылылық пен қуаныш атмосферасын орнатты. Отбасы құндылықтарын дәріптеген бұл бастама Әділқазылар алқасының жоғары бағасын алып, қатысушылар тарапынан үлкен қызығушылық тудырды. Мектебіміздің бүлдіршіндері 3-ші, 4-ші сыныптың бүлдіршіндері өзара сайысқа түсіп жатыр. Бұл жерден балалардың ата-аналармен тығыз қарым-қатынаста екенін, зейінді балалардың қалыптасып келе жатқандығын білеміз. Біздің еліміздің болашақ ұрпақтары салауатты өмір салтын ұстанған, әрі білімді, әрі тәрбиелі болатындығына бүгін көз жетіп отыр. Бастауыш бірлестігінің 10 күндігіне орай біз спорттық шара ұйымдастырып отырмыз. Бұл жерде әкесі және анасы, баласы. Сонымен қатар бала, ана, әке үшеуінің бір қызықты сәттері болсын және денсаулықты нығайту мақсатында осындай іс-шара ұйымдастырып отырмыз.
Сайыс соңында жеңімпаздар марапатталып, барлық отбасыларға алғыс хаттар табысталды. Спорт отбасы шаттығы сайысы оқушылар мен ата-аналарды жақындастырып, достық пен бірлікті нығайтуға зор үлес қосты. Мұндай шаралар мықты рух пен мейірімге толы қоғамның негізі бола бермек. Біз осы жеңісті 2 күн дайындалдық. Таңертең тұрып жүгірдік, кешке тұрып жүгірдік. Сонымен жеңісті қолға кеттік. Осы ұйымдастырған ұйымшыларға рахмет. Осында жарыстар көп бола берсін. Білмей тұрдым. Білмей байқамай қалды ол. Негіз ойламадық. Аяқ астынан апайымыз жалынып не істегеннен кейін қатыстық. Қуаныштымыз, осындай ойындар көбейе берсін. Дами беріңіздер. Мектеп бірінші орын. Әрқашан қалалық Алматы қаласы бойынша ал бірінші орындағы мектеп болсын. Күз – табиғаттың ең әсем шағы, бояуы қанық, көңілі шуақты мезгіл. Осы бір тамаша уақытта нөмірі 174-ші мектеп гимназиясында 2-ші сыныптар арасында күз аруы байқауы ұйымдастырылды. Байқауға қатысқан кішкентай өнерпаздар өз өнерлерін, тапқырлығын және сәнге деген ерекше талғамдарын көрсетті. Әр қатысушының киім үлгісі мен қолөнер бұйымдары күздің суығын айшықтап, көрерменге көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Бастауыш сыныптарының 10 күндік аясында күз аруы сайысы өтіп жатыр. Оған 13 класс қатысып жатыр. Қазір енді олар бірінші көрсеткендері таныстыру болды, екінші өнерлерін көрсетті, қолдан жасаған үй тапсырмасына берілген тапсырмаларын көрсетті. Одан кейін мода көрсетті, көріктерін көрсетті. Өте тамаша өтіп жатыр. Қазір енді бас жүлдені бірінші орында алу өте қиын болайын деп тұр бізге. Мен қызым өте қарқынды дайындалды десем болады. Бұдан былай халықаралық конкурсқа қатысқан болатын Ташкенттегі. Және де Қазақстандағы Түркістан, Тараз қалаларында конкурсқа қатысқан болатын. Дайындығы өте жақсы, қарқынды өтті деп айта аламын. Себебі тек қана өз өнерін ғана көрсетпей, бұл жерде ас мәзірмен де, күзге дайындық, күзгі қанша өз өнерінде, өлеңінде, биінде деген сияқты. Кеш соңында үздік өнер көрсеткен оқушылар түрлі номинациялар бойынша марапатталып, естелік сыйлықтарға ие болды. Жылы жүздер мен балғын күлкіге толы бұл кеш мектеп өміріндегі ең көрікті сәттердің бірі болды. 74-ші мектеп гимназиясында Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі ұлттық тестілеу орталығы Алматы қаласындағы филиалының басшысы Жұмабике Сұлтанова 11 сынып оқушыларымен кездесу өткізді. Кездесудің негізгі мақсаты алда келе жатқан ұлттық бірыңғай тестілеу туралы оқушыларға нақты, өзекті және толыққанды ақпарат ұсыну. Жұмабике Шамерденовна оқушыларға ұбт-ның ұйымдастырылу тәртібі, тіркеу ережелері, тестілеу кезеңдерінің мерзімдері, жаңа енгізілімдер мен өзгерістер, апелляция тәртібі, қауіпсіздік шаралары мен академиялық адалдық талаптары жөнінде жан-жақты түсіндіріп берді. Сонымен қатар оқушылар тарапынан қойылған сұрақтарға нақты жауаптар беріп, тестке психологиялық тұрғыдан дайын болудың маңыздылығына да ерекше тоқталды.